Сәлем оқушылар, бүгін біз газдардың күйінің өзгеруін сипаттайтын изопроцестермен танысамыз. Изо грек сөзі бірдей деген мағынаны білдіреді. Демек, изопроцестер деп газдың бір шамасы тұрақты болып, қалғандары өзгеретін процесті айтамыз. Изотермиялық процесс, бірінші изотермиялық процесс, яғни температура өзгермейді, тұрақты болады. Мұнда қысым мен көлем бір-біріне кері пропорционал. Температура өзгермеген жағдайда газдың көлемін кішірейтсек, қысымы артады, ал көлемін ұлғайтсақ, қысымы азаяды. Бұл заңды Бойль-Мариот заңы деп атаймыз. Өмірде бұл құбылысты біз автокөлік доңғалағын үрлегенде немесе шприцтің ішіндегі ауаны қысып шығарғанда байқаймыз. Дене температурасы өзгермесе де көлем азайғанда қысым артады. Изобаралық процесс. Келесі изобаралық процесс, яғни қысым тұрақты. Бұл жағдайда газдың көлемі температураға тура пропорционал. Егер температура артса, газ кеңейеді, ал температура төмендесе, газ сығылады. Бұл Шарль заңы деп аталады. Өмірде изобаралық процесті біз шарды қыздырғанда немесе ауа қызғанда оның ұлғаюынан көреміз. Мысалы, ыстықта автомобиль шиналарының ішіндегі ауа қысымы көтеріледі. Изохоралық процесс. Үшінші түрі изохоралық процесс. Мұнда көлем тұрақты, яғни газ белгілі бір ыдыста қыспай, кеңітпей қыздырылады немесе салқындатылады. Бұл кезде қысым температураға тура пропорционал өзгереді. Бұл заңды Гей-Люссак заңы деп атаймыз. Өмірде изохоралық процесті біз электр шәйнегінің ішінде бу пайда болғанда байқаймыз. Ыдыстың көлемі өзгермейді, бірақ қызған сайын қысым артады. Сонымен, балалар, изопроцестер біздің өміріміздің барлық саласында кездесетін физикалық құбылыстар. Олар тек зертханада ғана емес, техникада, табиғатта және күнделікті тұрмыста да маңызды рөл атқарады. Изотермиялық процесс сығылған газдарда, изобаралық атмосфералық ауада, ал изохоралық процесс жабық жүйелерде жиі байқалады.